Саламатсыңдар ма? Бүгінгі біздің сабағымыз 5-ші сынып қазақ әдебиеті. Сабақтың тақырыбы Нұрдәулет Ақыш, нағыз әже қайда? Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Бағалау критерийі: әңгімедегі әже туралы айтады. Әңгімеде баланың қиялындағы әже мен қонаққа келген әжені салыстырады. Әңгіменің тақырыбын түсініп, ойын түйіндейді. Ал балалар, мына суретте біз кімді көріп тұрмыз? Әжені көріп тұрмыз, иә? Менің әжем дара, ақылы мол дана, жақсы көрем әжесіз ғана. Құсап туған бала, әжемізге ғана, сіздей әже бізге табылама. Ал сіз күнсіз, жарық берген игесіз, нұрсыз, шуақ шашып жүрсіз, сіз гүлсіз, жайқалып жайнаған қасымда жүрші әже. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, сіздей әже тек бізде ғана. Ақтөбеде жоқ, Шымқалада жоқ, сіздей әже тек бізде ғана. Бала жанды өзі, бізде ылғи көзі, айналайын деген жылы сөзі. Мейлі қартайса да, жетпіске толса да, әжеміздің көркі ой мен сана. Ал сіз күнсіз, жарық берген игесіз, нұрсыз, шуақ шашып жүрсіз, сіз гүлсіз, жайқалып жайнаған қасымда жүрші әже. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, сіздей әже тек бізде ғана. Ақтөбеде жоқ, Шымқалада жоқ, сіздей әже тек бізде ғана. Анда барам жоқ, мұнда барам жоқ, сіздей әже тек бізде ғана. Анда барам жоқ, мұнда барам жоқ, сіздей әже тек бізде ғана. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, сіздей әже тек бізде ғана. Ақтөбеде жоқ, Шымқалада жоқ, сіздей әже тек бізде ғана. Ал балалар, онда мына сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Бірінші сұрақ: балалар, сендердің ойларыңша әже деген кім? Екінші сұрақ: нағыз әже қандай болу керек? Үшінші сұрақ: өздеріміз білетін әже туралы айтып көрейік. Әлемнің жарығын сыйлаған нағыз ана, әже қандай болу керек? Жаңа сабақтың оқу мақсатымен таныстыру, ақынның өмірі мен шығармашылығымен таныстыру. Танымал қазақ жазушысы, журналист Нұрдәулет Ақыш қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылында 1950 жылы дүниеге келген. Алғашқы әңгімелер жинағы «Қияда» деп аталады. 1980 жылы
жұмбақ іздер кітабы жарыққа шығады. Жазушы шығармаларының тақырыбы адалдық, адамгершілік, махаббат, азаматтық борыш. Нұрдәулет Ақыш «Нағыз әже қайда» әңгімесінде отбасы, ұшқан ұя, жылылықтың, мейірімділіктің мекені екені, отбасындағы әке-шеше, ата-әженің орны туралы ой толғайды. Әже атауының мәніне терең үңіліп, әженің қасиетті жан екенін сезіндіруге, ардақтауға бағыттайды. Нұрдәулет Ақыш қазақ әдебиетінің проза саласын зерттеп, ғылыми еңбектер жазған қаламгер, жазушы. Ал балалар, онда сендерге мынандай тапсырмалар бар. Бірінші тапсырма әжеге арнап өлең жазасыңдар. Екінші тапсырма нағыз қазақ әжесінің бейнесін жазу. Үйге тапсырма менің әжем тақырыбына эссе жазып келу.